Хрущевтің кезінде коридор нәрсе. Дүниеден білдіру керексіздер. Какого года рождения, какова была жизнь в этот период? Қырғиқабақ соғысы ең алдымен бұл екі үлкен алпауыт мемлекеттің социалистік және капиталистік лагерьдің текетіресі. Бұл ақш және КСРО бастаған үлкен қырғиқабақ соғысы. Бұл 1945 жылы Уинстон Черчилльдің сөзінен басталған. Социалистік елдің, коммунистік елдердің қауымы бүкіл әлемге төніп тұр деген сөзбен басталған болатын. Бұл кездегі өмір туралы мен айтатын болсам, мен өзім осы қырғиқабақ соғысы аяқталды деп 1991 жылғы КСРО-ның құлауын айтады. Мен осы кезде өмір сүрдім, бірақ мен әрине ол кезде 12 жасар бала едім. Ол кездегі өмір туралы айтатын болсақ, ағаларымның айтуы бойынша, әке-шешемнің айтуы бойынша, қырғиқабақ соғысының үлкен бір белгісі ол ауған соғысы болды. Ауған соғысы 1979-дан 89-ға дейін 10 жылға созылған интернационалдық борыш деген атпен, лақаппен басталған кеңес әскерлерінің Ауғанстанға енгізілуі болатын. Сондықтан да Ауғанстанда осы кеңес әскерлерінің құрамында қазақ сарбаздары да, қазақ жігіттері де қаза тауып жараланып келіп жатты. Олар мысалы үшін біздің ауылға оралғандары болды. Бірақ та өте үлкен психологиялық қиын жағдайда болды олар. Кейбіреулері өздері қол жұмсап жатты. Осыны айта аламын қырғиқабақ соғысының салдары ретінде.